Сендер бүгін тест қалай болды? 5-ші жеңіл болды сендерге ше? Тест өте қиын болды. Жауаптар қашан келеді екен? Анашым звондап күте тұрыңызшы. Алло, анашым? А? Қалай сынды? Не болып бәрі тыныштық па? Не болып қалды? Кеш көмектесуші. Почта жаз жүрші. Не істеу керек? Банк карточкасын айтам, соны жаз жүрші. Тоқтаңдар. Бұл алаяқ болуы мүмкін. Қазіргілер сен ананың даусымен жасанды интеллект жасап бере алады, сендер білмейсіңдер ма? Ондай жасанды интеллект бар ма? Қалай сонда ол дауысты айнытпай шығара ала ма? Я бар. Жасанды интеллект арқылы сенің ананың даусын айнытпай жасап бере алады. Сенбесеңдер қараңдар. Мен сонда жасанды интеллект қалай жаратам? Егер де ананың даусын естісең, бірден сенбе. Біріншіден сабыр сақта, екіншіден қайттан анаңа хабарлас. Үшіншіден ақшаңды немесе карта номеріңді ешкімге берме. Және де бұл жайлы психологқа немесе мұғалімге және де дүзекіге хабар бер. Я да, Мират, дұрыс айтасың. Анашыма звондап көріңші. Алло, анашым, сіз маған қоңырау шалдыңыз ба? Солай ма? Жоқ, мама, уайымдамай қойыңыз ешеке. Сол үшін достар, естеріңде болсын, жасанды интеллект дауысқа алданып қалмаңдар. Дауысқа алданба, ақылмен ойлан.